Қайырлы күн достар, бүгін интенсивтің бізде алғашқы сабағы. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне жазатын боламыз. Сабақ ұнаса лайк басамыз, және де осы каналға тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі біздің алғашқы сабақ, ол бізде present simpleға байланысты болады. Жалпы барлығымыз білеміз, present simple дегеніміз, ол бізде осы шақ. Осы шаққа біз қай кезде қоямыз. Яғни жалпы біздің үлкен жіберетін қателігіміз, біз ережені жақсылап білеміз де, жаттап алғанбыз, бірақ на деле біз оны қай кезде, қандай ситуацияларда қолданатынымызды білмейміз. Яғни present simple дегеніміз бізде осы шақ болғанымен, біз бұл шақтың формуласына, яғни сөйлемді қоямыз, когда іс әрекет қайталанады. Яғни апта сайын, күн сайын, ай сайын, жыл сайын іс әрекет қайталанса, біз онда осы шаққа қоямыз. Яғни оның жасалу жолы қалай болады? Бізде мына есімдіктер бар, бізде ағылшын тілінде всегда сөйлемнің басында бізде есімдіктер тұрады. Ол бізде I, we, you, they мәселен, біз осыны алып қараймыз бірінші. I дегеніміз мен, we біз, you сен немесе сіз, сіздер, they олар. Осы есімдіктермен келген кезде біз всегда етістіктің өзінің алғашқы формасын қоямыз. Яғни етістікке ешнәрсе жалғанбайды. Ағылшын тілі на самом деле өте простой. Ағылшын тілінде мысалға бізде всегда бастауыш келеді сөйлем басында, бастауыштан кейін всегда етістік келеді. Одан кейін уже зат адам туралы айтамыз. А вот қазақ тілінде алып қарайтын болсақ, бізде бірінші бастауыш келеді, одан кейін зат туралы айтамыз, одан кейін уже бізде іс әрекет келеді. Мысалы қарап көрейік, кеттік онда. Мысалы, мен жұмыс істеймін, допустим, мен и потом жұмыс істеу, жұмыс, I work. Енді айтайық, сен жұмыс істейсің, сен. You, You, жұмыс істеу, work. Олар жұмыс істейді. Олар, they, жұмыс істейді, work. Енді қараңыздар, мына жерге бізге сөйлем берілген. Менің ағаларым жұмыс істейді деп айтайық. Менің, my brothers work. Почему бұл жерде my brothers work деп етістікке ешнәрсе жалғанбаймыз? Потому что менің ағаларым ол бізде көпше түрде тұр, Мен деп айтқан кезде, өзіміз жайлы айтқан кезде, және де көпше түрде, we, you, they, мен мысалға you дегеніміз, допустим, сен, сіз, сенде деп аударыла береді. Но осылармен біз етістікке ешнәрсе жалғанбаймыз, Менің ағаларым кімдер? Олар болып тұрды. Значит, біз ол жерде етістікке ешнәрсе жалғанбаймыз. Кеттік. Қыздар жұмыс істеп жүр. Жұмыс істейді, Так, girls work. Жұмыс істейді. Girls work. Кеттік. Мен жұмыс істеймін осында. Өшірек кетті, сайын до конца. I, жұмыс істеу. Work. Осында, here. Мен осында жұмыс істеймін. Мен оқимын, мен оқимын, білім алам деп айту үшін. I, оқу, білім алу, ол study. Так, мен түсінемін. I, түсіну, understand. Мен білемін осыны. I, білу, know, осыны, it. I know it, мен осыны білемін. Мен түсінемін сені. I, түсіну, understand. Сені, you. I understand you. Мен сені түсінемін. Кеттік арғарай. Мен осыны өте жақсы білемін деп айту үшін. I, мен, білемін, білу, know, осыны, it, өте жақсы, very well. Very well деп айтамыз, өте жақсы деген. Мен Қазақстанда тұрамын. I, тұру, өмір сүру жалпы live деп аударылады. Live, Қазақстанда, допустим, Қазақстан.
осы жерден қараңыздар, Қазақстанда дегеніміз бізде мысалға белгілі бір ситуацияны сөйлемнің жалғау арқылы беріледі, ал ағылшын тілінде бізде оған көмекшілер келеді. Мысалға in дегеніміз ол осы да дегенді білдіреді, мен Қазақстанда тұрамын, Қазақстанның ішінде тұрамын дегенді білдіреді. Мен ағылшынша сөйлеймін. Мен сөйлеу, speak. Ағылшынша English. Значит, бізде мен сөйлеу ағылшын деп айтамыз, Мен мектепке барамын. Бару, go. Мектеп деген, мысалға міне school, Осы жерде мектепке деген жалғауды біз to арқылы көрсетеміз. Яғни to ол бізге бағытты береді. Қай жаққа біз бара жатырмыз? Мектепке бара жатқанымыз айтып тұрмыз. I go to school. Мен жұмысқа барамын. Бару, go. Жұмыс дегеніміз work. Яғни бұл жерде де бағыт беру. Қайда баратымыз? Жұмысқа. To work. I go to work болады. Так, бұны өттік. Кеттік. Енді келесі бізде айтатын нәрсе. Біз бір нәрсенің өзімізде немесе біреуде бар екендігін айту үшін have және has'ды қолданамыз. Have бізде мына жоғарыда көрініп тұрғандай I, we, you, they мен біз have қолданамыз. Ал үшінші жақта all деп айту үшін, мысалға ұл балаға he, қыз балаға she, it деп жансыз заттар мен жануарларға all деп айту үшін біз оған has'ды қолданамыз, ода бар екенді. Енді кеттік, қараңыз. Менің ағам бар дегенді олар айтады. Мен бар ағам деп айтады. Мысалға I, одан кейін бар have, бар. Кім бар? Ағам бар. A brother. Енді осы жердегі мынау деген артикль ол не үшін тұр, Әдетте біз артикльді саналатын зат есімнің алдында қоямыз, Саналатын зат есімнің жекеше формасында алдында қоямыз, яғни бір штук туралы айтқанда. Яғни бұл артиклі жалпы бізде one деген сөзден шыққанда, one дегеніміз ол бізде бір деген сөзден шыққан. Яғни ол біз айтып жатырмыз, что менде бір аға бар екендігін. Не себепті? Себебі ағылшындықтар өздері сондай доточно барлығын нақтылықты жақсы көреді. Сен нақтылап атсың. Егер де сенде екі ағаң бар болса, сен уже бұл жерде санмен көрсетесің. I have two brothers деп айтасың. Значит, сенде бұл жерде бір ағаң бар ма? Сен деп артикльмен айтып жатсың. I have a brother деп. Менің машинам бар. Дәл солай мен, сосын бар, have, не бар? Машина, car. Дәл солай бұл жерде, егерде екі машинаң бар болса, сен ол жерде уже санын айтасың. Нің орнына, допустим, two дейсің, и мынаған cars деп уже көпше түрге айналдырасың. Ал сен бір машинаң бар болса, оны сен айтасың, артикльмен белгілейсің, что сенде бір ғана машина бар екендігін. И деген сонда ол біреу екендігін білдіріп тұр. Менде алма бар. I have an apple. Енді осы жерде қараңыздар, почему мына жерде біз n-ді қолдандық, а мына жерде n-ді қолдандық? Потому что бізде мынау мен n артиклінің жалпы екеуінің де мағынасы ол бізде бір дегенді білдіреді, бір. Просто мына жерде бізде apple деген сөзі дауысты дыбыстан басталып тұр, әрпінен басталып тұр. Бұл жерде мынандай дауысты мен дауысты екеуі қатар кеп қалмау керек. Дауыссыз бен дауыссыз қатар кеп қалмау керек. Яғни чередоваться ету керек. Дауысты, дауыссыз, дауысты. Дауысты, дауыссыз, дауысты. И бізге получается I have an apple дейміз, когда біздің зат есіміміз дауыстыдан басталып тұрған кезде, Так, кеттік ары қарай. Менде iPhone бар. I have iPhone. Енді бұл жерде қандай артикль қоямыз? Ма әлде n ба? N iPhone дейміз. Потому что на iPhone дегеніміз өзі дауыстымен басталып тұр. Поэтому бізде болса екеуі қатар кеп қалатын еді. Поэтому біз n деп айтамыз. Біз сені түсінеміз дейді. Біз, we, түсіну, understand, сені,
you. We understand you. Men солай ойлаймын дейді. Men, I, ойлау, think, солай, so. I think so. Мен солай ойлаймын. Мен осыны көріп тұрмын. Мен, I, көру. See, нені көріп тұрсың? Осыны. It. It дегеніміз, яғни осыны деп аударылады, я? Так, мен қалаймын осыны. Мен, I, қалау, want, сөзі қалау дегенді білдіреді. Нені қалайсың? Осыны. I want it. Мен осыны қалаймын. Менің есімде осы бар. I, есімде бар, вообще есте сақтау, помнить деген бізде remember. I remember, осыны it. I remember it. Так, одан кейін, мен осыны жақсы есіме сақтап алдым дейді. Так, бүйтеміз. I, есіме сақтау. Remember. Осыны it. Өте жақсы. Very well. Мен осыны өте жақсы есіме сақтап алдым. Кеттік ары қарай. Біз ағылшынша сөйлейміз. We, сөйлеу. Speak. Қандай тілде сөйлейсің? Ағылшынша. English. Біз ағылшынша сөйлейміз. Сен осыны білесің. Сен, you, білу. Know, осыны it. You know it. Сен осыны білесің. Сен осыны көріп тұрсың. You, көріп тұрсың. See, осыны нені? It. You see it. Сен осыны көріп тұрсың. Олар маған көмектеседі. Олар. They, көмектесу. Жалпы қандай сөз? Дұрыс айтасыздар. Help. Кімге көмектеседі? Маған. Me. They help me. Олар жұмысқа барып жүр. Олар. They, бару. Go. Қайда бару? Жұмысқа. They go to work. To дегеніміз осы жерде жұмысқа дегенді білдіреді, я? Осы біздің есімізде бар дейді. Осы біздің есімізде бар. Так. We remember it. Біз есімізде осы бар, я? Мы помним это деген сияқты болады бұл жерде. Сен ағылшынша өте жақсы сөйлейсің дейді. Сен, you, сөйлейсің. Speak. Қай тілде сөйлейсің? In English. Өте жақсы. Very well. Сен ағылшынша өте жақсы сөйлейсің. Біз осында тұрамыз. Біз, we, тұрамыз, өмір сүреміз. Live, осында. Here. Мен осы қалада тұрамын. Мен, I, тұрамын. Live. Қалада. In this city. Яғни қараңыздар. Мен, одан кейін I, live, тұрамын. Осы қалада деген, да, in болады. Қаланың ішінде тұрамыз ғой. И осы, this city. Осы қалада. Біз осы мемлекетте тұрамыз. We live in this country. We live in this country. Біз өмір сүреміз ішінде осы елдің деп аударылады. Дословно аударсақ, я? Давайте кеттік енді бір қайталап шығайық. I work. Мен жұмыс істеймін. Sorry. You work. Сен жұмыс істейсің. They work. Олар жұмыс істейді. Яғни I, мен, we, біз, you, сендер, немесе сіздер, they, олар демен, олар есімдігімен біз етістіктің алғашқы формасы, яғни етістікке еш нәрсе жалғамаймыз. Сөйлем құрау үшін бізде всегда бірінші бастауыш, одан кейін етістік келеді. Менің ағаларым жұмыс жасайды. My brothers work. Қыздар жұмыс істейді. Girls work. Так, мен осы жерде жұмыс істеймін. I work here. Мен оқимын, білім аламын. I study. Мен түсінемін. I understand. Мен білемін осыны. I
know it. Men түсінемін сені. I understand you. Мен осыны өте жақсы білемін. I білемін. Know it осыны өте жақсы. Very well. Мен Қазақстанда тұрамын. I live in Kazakhstan. Мен ағылшынша сөйлеймін. I speak English. Мен мектепке барамын. I go to school. Мен жұмысқа барамын. I go to work. Менің ағам бар. I have a brother. Көрінем осылай. I have a brother. Менің машинам бар. I have a car. Менде алма бар. I have an apple. Менде iPhone бар. I have an iPhone. Біз сені түсінеміз. We understand you. Мен солай ойлаймын. I think so. Мен осыны көріп тұрмын. I see it. Мен қалаймын осыны. I want it. Менің есімде осы бар. Я помню это. I remember it. Мен осыны жақсы есіме сақтап алдым. I remember it very well. Өте жақсы болады мына жерде. Так, біз ағылшынша сөйлейміз. We speak English. Мен осыны білемін. То есть сен, sorry. You know it. Сен осыны көріп тұрсың. You see it. Олар маған көмектеседі. They help me. Олар жұмысқа барып жүр. They go to work. Осы біздің есімізде бар. We remember it. Сен ағылшынша өте жақсы сөйлейсің. You speak English very well. Біз осында тұрамыз. We live here. Мен осы қалада тұрамын. I live in this city. Біз осы мемлекетте тұрамыз. We live in this country. Бүгінге осы сабақ барысында егерде қандай да сұрақ болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Бұл сабақты сіздерге бірнеше рет қайталап көру керек. Және де бұл сабақтың ішіндегі мына жаңа сөздердің барлығын өздеріңіздің сөздіктеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Яғни бұл сабақты келесі жолы екінші рет қайталап көргенде, мен қазақшасын айтып жатқанда, менің ағам бар дегенде, сіз уже на автомате айту керексіз. I have a brother. Менің машинам бар. I have a car. Яғни осылай на автомате айтқанға дейін қайталап көре беріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Келесі сабақта көріскенше, see you!